46 күндік ұзақ мерзімдік еңбек демалысына шығатын қызметкерлер бар. Көп жағдайда олар осы демалыстың екінші ай үшін жарна төленбей қалуы себепті сақтандыру жүйесінен шығып қалып жатады. Бұлай болмас үшін не істеу қажет деген сұраққа жауап беріп көрелік. Бұл бірінші кезекте жұмыс берушінің қателігінен туындап жататын жағдай, яғни жұмыс беруші міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналарының дұрыс әрі уақытылы төленуіне көңіл бөлуі қажет. Егер еңбек демалысы ұзақ мерзімге, яғни бір айдан астам уақытқа берілетін болса, сақтандыру төлемдері де бірнеше кезеңге бөліп төленеді. Мысалы, сіз тамыз және қыркүйек айларында еңбек демалысына шықтыңыз делік. Мұндай жағдайда бухгалтер төлемді әдеттегідей бір сомамен бір айға емес, осы 2 айға бөліп төлеуі тиіс.